кітап енді өз алдына бір ол ар жағындағы айтпағы бар, ар жағында бір жан дүниесі бар кітаптың негізі. Сол бір мәселелерді қалай табуға болады, қалай көруге болады, ол енді бір кітаптан оқығаннан келе қоймайтын бар енді. Ол солай ғой, бірақ кітап негізі оқыған кезде анау қандай ситуацияда жүресің, соған байланысты ашылады негізі. Там түсінігің бар, қандай нәрселерді сен білесің бұрыннан, не нәрсемен ойланасың деген сияқты, енді соған байланысты ашылады. Сосын белгілі жазушылардың кітаптары негізі олар не болмайды да, нашар болмайды да бәрібір. Соны оқып атқан кезде уақытың қатты бір көп жоқ қой. Сондықтан бәрібір де оқыған кезде бір халық айтып жүрген қызық нәрсе да. Андай кітап жалпы негізі бір облысқа немесе бір жерге немесе жалпылама бүкіл адамзатқа жазылады, жалпы. Кітаптың атауы дейтін бар ғой, мысалға. Біздегі бар сөз шығыста басқаша сөз, Европада басқаша, Европадан, Азияда, әр жақта әртүрлі ғой, мысалға. Сондай бір атауын қызықты кітаптың ат қоюы. Сол неге байланысты сол нәрсені? Мысалға бізде жалпы атау кере деген сөз бар, Атау кере деген. Ол біздің жақта көп қолдана бермеді ол сөзді. Сол бір сөздің мағынасы неде жалпы? Атау кере деген сөздің мағынасы. Бізде атау кере деген сөз жоқ, бірақ атау деген сөз бар бізде. Мынау батыста өмірде бұл сөз жоқ дегенде. Батыста, Бізде атау деген сөз бала кезімізде көп айтатын әңгімелердің бірі. Соны атауын ішкір, атауын жегір, атауын жейін деген сияқты жаман сөз ғой негізі. Адамның дүниеден өтер алдындағы ең соңғы асы дейді. Атау. Негізі бірақ мына жерде мына нәрсе қызық нәрсе бар да. Атау кере деген нәрсенің қазақта ол нәрсенің негізі атауында емес маңыздылығы. Тамақта емес, негізі тамақтың аты ғой. Адам дүниеде жатқан кездегі соңғы ас. Бірақ ол тамақтың атауында емес негізі маңыздылығы. Маңыздылығы ең соңғы адамның сәті ғой. Қалай кетті, қалай болды, қалай ол осы әлеммен қош айтысты мәселесіне байланысты қазақ деген данышпан халық қой. Сол нәрсенің маңыздылығына байланысты осы бір атауды қойғанда Оралхан Бөкейдің именно соған арналасты шығармасы да бар. Негізі атауға байланысты бір кітаптарды оқыған кезде екі атау болатын кітаптар өте көп. Мысалы, Боранды бекет, Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн деген сияқты. Атау кере, қауіпті будан деген сияқты. Мәселе ода емес, мәселе оның атауының негізі атау бірінші қызықтырады ғой адамды. Қызықтырып ашқаннан кейін, мысалы, атау кере мен қауіпті будан екеуі екі жақтағы мәселе ғой, қарасаң. Қоса алмайсың. Бірақ атау кере дейтін сөз бағана айтқандай сөз. Ал қауіпті будан деген енді тұқым ғой. Дұрыс емес болған тұқым нәтижесі. Екеуі, бірақ соны атау кереде толық ашық айтып береді ғой. Оралхан Бөкейдің өзінің шығармасында. Өте әдемі керемет айтып береді. Болды онда бүгін сол атау керені толықтай ашып, соны тыңдап көрсек сіздің аузыңыздан қандай бір мәселе, не нәрсе қозғалады бұл жерде? Біз не түсінбей жатырық бұл жерден? Жалпы атау кере деген атау кере деген Оралхан Бөкейдің шығармасы ғой. Оралхан Бөкейдің негізі көп шығармаларын жақсы көремін мен өзім. Қарғызы болсын, кер бұғысы болсын, онан кейін апамның әңгімесі деген әңгімесі бар. Негізі Оралхан Бөкейдің бір тақысы әсеке басқа жазушыларға қарағанда мүлдем басқаша бір философиялық ойлармен жазылатын кісі. Кәдімгідей мынандай жазушы бар ма деп қалатындай жазады да кәдімгідей. Қазір атау керені айтамын ғой. Сол атау керені айтқан кезде соңында түйінін көрген кезде мынау сондай ма деп қалатындай жазушы да ол. Мен солай екенін білетінмін. Қарғызын енді алда, может, оны да жазармыз. Қарғызының соңында бетіп келіп деген бар ғой. Бұл жерде де бір нәрсе бар қазір. Соңында тағы айтамын. Қызық, өте қызық, шыны керек. Бұны жақында оқығам мен. Атау кере деген, жалпы негізі атау кере деп айталуының өзі бана айтқандай, атау деген сөз жалпы соңғы ас. Бұның екінші қауіпті будан деген аты бар. Бірақ осы екі тақырыпты да ашады осы. Осы кітап екі тақырыпты ашады қазір. Бұл негізі Шығыс Қазақстан облысында болған оқиға. Алтай бөктері, тауы, Бекалқа дейтін жері бар. Бекалқа жаңағы Қатонқарағайдан 20 шақырым шамасында тұр екен, мен қарап шыққам. Бүйтіп басталады. Ара жасаған қоғамдық өмірді адам баласы егеріп, адам баласы меңгеру үшін адам баласының алдында үлкен ұзақ соқпақ жолдар жатыр деген Мателиктің сөзімен бастайды. Мателик деген кісі, ол француз ғалымы ғой, ол кісінің Араның өмірі деген кітабы бар, соның ішіне алып отыр да. Одан кейін қазақ нақылы дейді, мынандай сөз жазады: көптен кеткен көмусіз қалады деген сөз бар дейді.
көптен кеткен көңілсіз қалады деген. Мен бір естідім негізі. Қазір ол да ашылады, екеуі де ашады. Шығарма былай басталады. Ол дейді, ол Бегалқаға елді сағынғаннан емес, жылына өзінің келіп кететін, бір-екі рет келіп кететін әдетімен келе жатты. Елді бір сағынып, құштарлықпен, махаббатпен емес дейді. Және елде бұны қатты бір күтіп отқан жоқ дейді. Яғни елдің бұны көрген кезде ел қатты бір жақсы көрмейді, және бұл да елді қатты жақсы көрмейтін еді дейді. Бұл Ерік деген жігіт жайында. Омарташы жігіт болады, Ерік деген. Бұл Ерік деген омарташы жігіт бала арасын жасайды, өзі мықты жігіт болады. Спортсмен болады, грек-рим күресімен айналысады. Бұның өзінің Айна деген әйелі болады. Бұның шешесінің аты Нурика Фадеевна дейтін кісі болады. Орыс. Әкесінің аты Қандауыр болады. Қандауыр енді қайтыс болып кеткен болады. Бұл жерде былай бастайды бірақ. Сөйтті де Бегалқаға келді дейді. Бегалқаға келді де өзінің жылына бір рет келіп тұратын үйіне келді дейді. Бұл екі қабаттан тұрған кезіндегі әкесі Қандауырдың орыстардан сатып алған үй дейді. Сөйтіп келді де өзінің барлық қоршап кеткен нәрселерін бәрін алып, есіктерін бәрін ағашпен кіртіп кеткен еді, соның бәрін ашып, ішке қарай кірді дейді. Ішке қарай бұның ойы дейді тек қана. Мынау өзінің өмір бақи жұмыс жасап жүрген бал арасын соны басқа мынау дүкенге келіп өткізу дейді. Бұның дүкеншісі бар дейді, өзінің айнай өткізіп кетті. Бұның аты Бекзада дейді. Бекзада сол ауылдың дүкеншісі дейді. Бірақ бұның бүгін Ерік келгенін байқамай қалды дейді ол. Жалпы Бекзада Ерік келгенде қатты қуанатын дейді. Себебі екеуі көңілдеседі дейді. Еріктің әйелі бар, бірақ көңілдеседі. Сөйтіп Ерік екінші қабатқа көтерілді де Бекзаданың дүкеніне қарай көзін салды дейді. Бекзада да байқады дейді, моншасын жақты дейді. Енді ары қарай бір түн соның қасында болды дейді. Артынан біраз уақыт кідіргеннен кейін Ерік қайтадан өзінің еліне қарай қайтты дейді. Жолда біраз ұзақ жүрді дейді. Жолда келе жатып, Ерік, мен қысқартып айтып кете беремін. Ерік бір маскүнемді кездестірді дейді. Ол өлең айтып жатыр еді дейді. Кездестіріп қалды дейді. Ол Ерікті бірден таныды дейді, ана маскүнем. Ерікке жабысты дейді. Мен алып кетші, өзің менен алып кетші. Но Ерік танымай қалды дейді басында. Қарап көрсе, шындығында оның өзінің кластасы Таған екен дейді. Таған азып кеткен. Былайша айтқан маскүнем болып кеткен, үйде жоқ, қаңғыбас болып кеткен дейді. Сөйтіп Ерік ойланды дейді, алып кеткеннен не пайда маған. Сөйтіп ақыры Таған айтты дейді, маған тек боза берсең болды, мені құтқар. Боза? Пиво. Пиво берсең болды, мені құтқар. Мен тек барлық жұмысыңды жасаймын сенің. Қолғабыс боламыз, көмектесемін саған деп қоймады жалып. Енді өзінің бірге өскен кластасы сөйтті де Ерік кімді Тағанды мінгестіріп алды, атын алып кетті дейді. Жолда келе жатқан кезде мынау Қатын су дейтін өзінің өңірі бар ғой, отбасы тұрып жатқан. Соған сояқтан келіп жүр ғой. Келіп жүр ғой. Ол екеуінің арасы да таңертең шықпасаң, ерте шықпасаң, кешке дейін әрең жететін жер дейді. Бір күндік жер дейді. Сөйте тұра сонда жылына бір рет келіп кетеді. Бір-екі рет келіп кетеді. Өйтіп, негізі сөйтіп екеуі келе жатқан кезде жолда бір шалды кездестірді дейді. Шығармада соны шал деп атайды, болды, басқа жоқ. Сөйтіп шалды кездестірді, бірақ Ерік пен шалдың арасында бір суықтық болды дейді. Амандасқанда бір қатты бір ерінмен амандаса қойған жоқ дейді. Енді Таған ол енді ашық адам, өзі амандасты дейді. Сөйтіп арғай жол жүріп отырып, ана Қатын суға бірдеңе етіп жетті дейді. Жеткеннен кейін Айна қатты қуанды дейді. Бірақ Ерік қатты бір қуана қоймайтын дейді әйелін көргенде. Араларында 10 жылдық отасқан неке болғанымен бірде бір бала жоқ еді дейді. Бала жоқ екеуінің арасында. Сөйтіп Айна кезіндегі Ерікке ғашық болған өзінің студент бірге оқыған қыз еді дейді. Ол 2 курс төмен оқыған болу керек. Сөйтіп үйіне қарай келді дейді. Бірақ Тағанды дұрыс танымай қалды дейді Айна. Дұрыс танымай қалды дейді. Сөйтіп үйге қарай келді, бәрі жақындады. Үйде аяғынан жүре алмайтын Нурия Фадеевна бар еді дейді. Бұл Айна әрдайым Еріктің шешесі. Сөйтіп қарап, Нурия Фадеевна өте дана кісі дейді. Өте керемет кісі, қазақшаға мықты. Нурия Фадеевна намаз оқитын, Алласы бар, сондай бір керемет адам дейді. Сөйтіп үйге кіргеннен кейін Тағанды ол да танымай қалды дейді. Отырғаннан кейін, шайға отырғаннан кейін, анау жолдасың кім деп сұрады дейді. Жолдасың кім дегенде, мама, апа танымай қалдыңыз ба? Ол дейтін кезіндегі анау Көкеннің баласы ғой деп айтты дейді. Кім селк ете қалды дейді. Анау Көкеннің баласы ма, аналықтың қыз баласы ма деп таң қалды дейді. Сосын соныкі. Сол кезде не болып кеткенін сұққан, мынау Таған ба деп айтты дейді. Мынау Таған Мақажанов па деп. Мақажан ақынның немересі ғой мынау дейді. Ол сосын айтты дейді, бұл тектінің ұрпағы ғой, керемет бала ғой, не болып кеткенсің заманда мынау деп. Біраз енді әңгіме айтты дейді. Үйге кіргіз дереу, оны жуындыр, шайындыр деп.
соны жоқ, ол сол қорада жатса берсе жеткілікті деп қорадан жаңағы орын дайындап та соған салды дейді. Ол соның ішінде жатты дейді. Бірден апарып боза апарып берді дейді. Ана боза ішті. Бірден өзінің шамалы ішіп алғаннан кейін әңгімесіне бастады дейді. Неге біз осы деп бастайтын бір әңгімесі бар дейді ішіп алса. Неге кім жоқ? Тағанның ба? Неге біз осы деп әңгімесін бастап кетті дейді. Сөйтіп өзімен өзі сөйлеп отырады дейді. Сөйтіп үйге келіп біраз айтқаннан кейін Нұреке Фадеевна айтты дейді, сен олды олай қарама, оған дұрыс орын бер, оған боза берме. Ерік айтты, жоқ, керісінше соған бозамен солай ұстау керек, ол керек емес адам ол деген сияқты менсінбеді дейді. Жалпы негізі Еріктің шығармада тұлғалығы өте төмен, нашар адам. Өте нашар адам, қызғаншақ сондай көрінеді. Сөйтіп біраз шаруаларын бастады дейді. Ерік енді мана омарташы ғой. Орманнан омарташы, бал аралары бар, өзінің керемет бір шаруашылығы бар, соны жасайды. Бай адам. Мына жақтағы шаруашылықта керемет, ар жақтағы шаруалары да керемет. Ол өз-өзіне ғана сенетін адам. Бірақ Еріктің Прохор деген бір досы бар дейді, вертолетші. Бір газеттен оқығаны бар дейді Еріктің. Мынау 1956 жылы бразилиялық селекционер Уильям Кирк деген кісі европалық ара мен африкалық араны екеуін бодандастырып бір ара шығарды дейді. Ол мықты болып шықты. Ол араны көп береді, көп жұмыс жасайды, бірақ қауіпті, яғни адамдарға топтап шабуыл жасайтын ара болып шықты дейді. Яғни агрессивті ара деп айтады. Сөйтіп соны естіді де, ана шаруашылығын керемет көрді де, бірден алдыртам деп шешті дейді. Прохор досына қанша рет айтты, Прохор досы айтты дейді, қолымнан келгенше әкеп берейін деп. Бірақ оның да бір өтініші бар еді дейді. Прохор досы аюдың қонжығымен бірге терісіне қатты қызығады дейді ол да. Ол Прохор досы оның арасында аралардың келіп, бал жинақ қойған балдарын алып кетіп тұрады дейді. Сатуға тағы да. Соны бір күні ешкімге білдіртпей, бірден етіп жүріп, мынау сіріңкенің коробкасының ішіне ана араны салғызып өткізетін адамдар бар екен дейді. Солармен өткізгізіп, әкеліп, ана кетіп берді дейді. Сол 2-3 арадан үлкен араның ұйығын жасап бұл дейді. Басқалармен бодандастырып. Содан бірақ ешкім білмейді дейді. Сөйтіп бір жерге ғана қойып қояды, бірақ бір қызығы бірнешеуі берген араны мынау бір өзі ғана бере алады дейді, балды. Бұл банада екі есе жұмыс жасай ма? Өте мықты дейді. Бірақ агрессивті, тек қана Ерік өзі ғана жақындайды дейді. Енді күнделікті күйбің тіршілікпен жүріп атты дейді. Негізі Ерік мықты шаруақор дейді. Таңертең ерте тұрады дейді, үстіне салқын суды құяды дейді, өзінің бана жаттығуларын жасайды дейді. Еркін күрес шебері ғой. Сөйтті де аңына кетеді, табиғатын аралайды, балын жасайды. Бүкіл шаруашылығы керемет. Бірақ ұстанымы ешкіммен араласқысы келмейді. Сондай өзінің бір ұстанымы бар енді. Қалай ол менсінбегеншілік па? Менсінбешілік дегенде ол қоғамға деген көзқарасы, қоғамды кінәлі қарап сұрайды. Қазір соңында өте керемет бір ашылады өзі. Сөйтіп бал арасына күнделікті шаруаларын жасап, Ерік таған басында айна бар, үшеуі араласып сөйтіп жүрді дейді. Уақыт өте келе бір күні Ерік аңға кеткен кезде тағанды шақырып алып Нұрекеге бір сөйлесті дейді. Сен не? Сенің анаң қандай еді? Сенің әкең қандай еді? Сен өзің білімді едің ғой, не болды саған? Негізі таған өте білімді жігіт дейді. Бұл Ерік екеуі бір класста оқыды, бір институтқа түсті, сол институттың өзінде дейді. Еріктен бөлек алға шығып, өзінің сыныптасты курстастарына сабақ берген аспирант болды дейді. Мұғалім болды. Таған деген жігіт. Бұл доктор наук дейді өзі. Бұл сондай адам дейді. Бірақ кейін бір үлкен оқиғалар болады, сол оқиғалардың себебінен осындай маскүнемдікке түсіп кеткен адам екен. Сөйтіп бәрін айтып береді, сосын айтады, мен білмеймін, шеше, мен қоя алмаймын. Сол кезде айтады, егер де сен қою ниетің болса, мен сені қойғыза аламын, ол оңай дейді. Бірақ менің айтқанымды мен тыңдап жүресің дейді. Сосын айтады, кешке қарай міндетті түрде моншаға түсесің, таңертең ерте тұрған кезде салқын суға түсесің, мен қайнатып берген бір шай бар, іші қайдан жасалғанын айтпаймын, менен сұрамайсың, сол шайды әрдайым ішіп отырасың, сол кезде жазылып құлан таза боласың деп айтты дейді. Бірақ ащы суға екінші рет жолдамайсың деп. Жарайды деп келісті дейді. Сөйтіп Ерікті емдеуге бастады дейді, айна екеуі. Айна сүт әкеліп береді, тағанды. Сөйтіп тағанды емдеуге бастады. Емдеп жүрген кезде, бірақ оған Ерік ұнамайды оған. Ерікке ол нәрсе ұнамайды дейді. Себебі тағанның дұрыс болып кеткені ұнамайды оған. Ерік оны жақсы көрмейді. Бірге оқыды ғой өйткені. Бірге оқуда емес, тағы бір нәрсесі бар. Ұстанымдары екі түрлі. Сөйтіп Ерік тұрып кешкісін міндетті түрде келді дейді тағанға. Тағанмен сырласты, әңгіме айтты, біраз отырды да, ей досым деп айтты дейді. Екеуміз көптен бері сырласпаған едік. Бір бозалатпадық па деді дейді. Қой досым, мен бозалата алмаймын, мен дейтін жаңағы
өзім емдей алып жүрмін, ем алып жүрмін деп. Ой, бір рет кішкентайдан болмайды ол. Ақыр соңында бірдеңе етіп көндірді дейді тағаны. Сөйтіп алып келді де бозана келіп қойды дейді. Біледі дейді ол. Аузына барса болды, ол тоқтай алмайды дейді ол. Сөйтіп бір аузына тиді, бірден біреу емес, артында екеу, үшеу кете берді. Бір кезде қараса, неге біз осы деп қайттан әңгімесін бастады. Таған өзі сондай дейді. Ерік сәл ғана солай жасап жіберетін дейді. Ерік осы әдетін апта сайын жалғастырып тұрды дейді. Ерікке тағанның алға шығып кеткені, озып кеткені, жазылып кеткені керек емес дейді. Сөйтіп ғұмырларын кешіп жатты дейді. Бұны кім қатты білетін дейді жаңағы Нұреке кемпір. Нұреке кемпір негізі кімді айттым, мақтайды деп баласын. Балам керемет, қолының месекері бар, ешкімге жалынбайды, қуатты, ол нағашы атасына тартқан, мықты, қолынан бәрі келеді дейді де, бірақ деп айтады дейді. Сол бірақтың артында үлкен нәрсе жасырылған еді дейді. Айна да керемет қыз, керемет отбасынан шыққан адамдар өздері де бәрі. Сөйтіп өмірлер кетіп жүріп. Сосын бір күні Айна Нұреке кемпір екеуі өте тамаша байланыста. Сөйтіп Айна бір күні сұрады дейді, сіз өзіңіз орыссыз, қалай мен қазаққа күйеуге шығып жүрсіз, айтып беріңізші деп. Айна қызық көреді дейді. Сөйтіп айтты дейді. Мен кезінде менің әкем мұғалім болған, директор болған, мектеп салған. Сол мектепте Қандауырларда оқыды. Қандауырдың әкесі де сондай керемет адам болды. Сөйтіп бірге оққаннан кейін біз Қандауыр екеуміз бірімізді түсіністік, бірімізді жақсы көрдік. Мен қатты жақсы көрдім Қандауырды. Сөйтіп Қандауыр екеуміз некеге мені алып қашты. Бірақ біздің жаққа қарсы болды. Бәрі бізді қуып келді. Шешем айбаламға салды, алып кетем қалайда деп үлкен соғысқа дейін барды. Мен алдарынан шығып айттым дейді шеше, мен Қандауырды жақсы көрем, қазақ болса да мен жақсы көрем. Мен осы жерде қалам. Онда айтты дейді, өмір бақи оны онда осында қаласың, мені көрмейтін деп айтты дейді. Сөйтіп кесіп қалған едік дейді. Сөйтіп ғұмырымыз кешіп аттық дейді. Сосын тағы бірінде сұрайды, шеше айтыңызшы, енесінен сұрайды. Осы өткенде айттыңыз ғой, тағанның шешесіне, аналыққа, әкесі, көкеңге қатты қарыздармыз дедіңіз ғой. Айтыңызшы, неге қарыздарсыз дейді. Сонда ол ұзақ әңгіме еді дейді. Сөйтіп әңгіме бастайды ол. Әңгімесінде былай дейді. Сол 1930 жылдардың шамасында мынау үлкен қиындық, зұлмалаң замат болды. Бүкіл жер аштыққа қырылды. 32 жылдардың шамасында өте қиын болды. Мынау адамдар аштықтан қырылып жатқан кезде аналық пен көкен бізді барынша неде бақты. Бірге өмір сүрдік. Баламыз біздің арамызда бір қыз болды. Менің қызым болды. Ол 3-4 жасқа толған кезде кәдімгідей бізде тамақ болмады. Сол кезде аналық өздері жемесе де сол бар бидайды бірдеңе етіп сол қыздың аузына тығып сөйтіп асырадық. Бірге өмір сүрдік, бірге кештік. Бірақ бәрібір де сол ашаршылықтан көп ұзаған жоқ. Кім қызымыз қайтыс болды дейді. Содан кейін өміріміз кешіп жатқан кезде 1937 жылдардың шамасында репрессия басталды дейді. Халық жауы. Біз әрең халық бастарын көтеріп, мынау ашаршылықтан енді құтылдық деп жатқан кезде НКВД-шниктер келіп, халық жауларын, елді барлығын сен қалжыраусын деп әрбір шаңыраққа қынадай тиіп жатты дейді. Көп кезікпей біздің үйге де келді дейді. Сен манағы кезінде бір көпестің қызысың деп мені әкелді де ұстап әкетті дейді. Мені қасында манағы одан кейін тағы бір қызым болды дейді. Тағы бір қызым болды, сол қызым екеумізді ұстап әкетті дейді. Сөйтіп апарып мені түсініксіз сен Жапонның тыңшысың, Жапонның байланысын апарып бір шолақ қол деген НКВД-шник келді дейді алдыма. Негізі ұлттық білсем қазақ дейді оны. Сөйтіп алдыма келді де үлкен еңгезердей беті бұжыр-бұжыр, сондай бір адам сүйсінетін жер жоқ, сұқыны бір қаралау келген бір адам дейді. Сұсты, анау күлет дейтін нәрсе өте азау ананың өмірінде дейді. Сөйтіп маған бас салды дейді. Сен халық жауысың, мойында. Сен анау осы ауылдың әкімі Төлегенов дейтін болады, сол Төлегеновті ұстап әкетеді, сол Төлегеновтің тыңшысың. Сен айт бол деп. Сол кезде айтады, мен қайдан, мен ешкімді танымаймын, мен ешкімді білмеймін, Төлегеновтің де бұлай сырттай танымасақ не екенін де білмеймін деп бастайды. Бірақ бәрібір де тыңдамайды. Аппаратты қамап тастайды. Қамап тастайды да Қандауырды шақыртады. Қандауырды ұстап әкеледі де Қандауырға бас салады анау шолақ қол. Сен халық жауысың. Сенің әйелің осындай орыстан қыз алдың сен кезінде. Сендер Жапон тыңшысыңдар деп бас салады. Ауылдың біраз адамдарын сөйтіп абақтыға жапқызып Сібірге айдатып атады сөйтіп.
сөйтіп қандауырға жабысады. Қандауыр айтады, мен қайда білмеймін. Қандауыр өте мықты жігіт болады. Сөйтеді де қандауыр білмеймін деп тұрған кезде қандауырды ана бір соғады. Бір соққанда қандауыр құламай қалады. Анау түсінбей қалады. НКВДшник шолақ қол. Бір соққанда қандауыр құламай қалады. Құламай қалғасын ойланып қалады. Бұл бір соққанда қалай менің соққымнан құламай қалды? Мұндай нәрсе болған жоқ қой деп. Сөйтеді де тағы соғады. Онда да құламай қалады. Сол кезде айтады қандауыр, қолымды байлап соққаннан гөрі еркек емессің ба? Бірге күресейік дейді. Анау да ышқынып кетеді, намыстанады да, жүр күресейік дейді. Мына жерде күрескеннен гөрі орманның ішіне барайық онда дейді. Сен мына жерде мені бәрібір жығуда жағында тұрасың дейді. Сөйтіп екеуі келіседі, сөйтіп намыстанады, шолақ қалтырады да қандауырды алып алады да екеуі орманға кетеді. Қандауырды кісендеп тастайды. Сөйтіп орманға қарай барады. Тоғайдың ішіне қарағанда артында бір солдатты ертіп алады да, қолында пистолеті бар, анау еріп барады. Сөйтіп барғаннан кейін екеуі орманның ішіне кіреді де шолақ қол шешінеді. Анау да қолын шеш дейді, қолын шешеді. Екеуі сол жерден төбелеседі. Төбелескен кезде кім қандауыр мықты, анау шолақ қол да мықты. Жығылып бара жатады да, анау ақыры бұның астынан түспей үстінен бұғып барып, мойнынан қылғындырып сөйтіп жатқан кезде айтады, анау жетеді ма деген кезде анау айтады, анау ұят болып қалады, жібер дейді. Шолақ қол қылғынып қалды. Түсінеді уже мына мықты екен. Сосын айтады, анау арасында соққы жұмсақ қояды. Сонда айтады, соғуға бола ма дейді. Мен бір қолым бар ғой, сондықтан маған болады, саған болмайды дейді. Расыменде де. Төбелес. Шолақ қол. Қол жоқ. Енді шолақ қол дейді. Мына жерден жоқ па, мына жерде. Сөйтеді екеуі төбелеседі ғой. Төбелесіп жатады. Сөйтіп төбелесіп жатқан кезде әдейі айла жасайды кім? Ана солдат ұзын бойлы дейді. Ұзын бойлы арықша келген, қолына қалтырап пистолет ұстап тұр дейді былай. Сөйтіп пистолет итеріп қандауыр әдейі жақындап итеріп келеді де кімді айналдырып жібереді де шолақ қолды тамақтан қысады ғой. Бақырды қысқан кезде анаған айтады, таста, ат деп айқайлап атады шолақ қол. Анау атып қалтырап ата алмай атады анау. Өзі қорқақ бірдеңе екен. Сөйтіп жатқан кезде өлтіремін мынаны. Таста деп айқайлаған кезде анау қолынан сырғып кетті, телефон несі таста жібереді де қашады ғой. Ана солдат секіріп түседі де қандауыр пистолетті алады да мынаған тақайды. Шолақ қол айтады. Ешкім жоқ орманда. Екеуі. Сосын айтады, дейді, не деп жүрсің маған, қайдағы халық жау? Мен Жапонияның қай жақта екенін де білмеймін дейді. Сен қайдағы маған Жапонияны айтып тұрсың, қайдағы халық жауы? Мен жай ғана қазақпын деп анаған басына тақаған кезде айтады анау. Мен не істей аламын дейді. Мен де Жапонияның қай жақта екенін білмеймін дейді. Маған 150 халық жауын шығар деп айтты осы ауылдан дейді. Әйтпесе менің бала шағамды мені бәрін өлтіреді дейді. Мен не істей аламын дейді. Заң осылай болып тұр дейді. Мен бәрін білемін дейді, ешкімнің Жапонияның қай жақта екенін ешкім білмейді дейді. Осы жердегілердің. Бірақ бұйрық осылай. Бүкіл халық жауын жасауымыз керек дейді. Сол кезде түсінеді ғой. Оның бостан бос қаншама адамдар, қаншама боздақтар сол кезде қандауыр ойланады да, неше мың адам осы ауылдан кетті. Сонда айтады, егер мен 150-ге жеткізбесем дейді, менің отбасым мен де кетемін дейді. Өзі де. Сосын айтады, онда менің бала шағамның не кінәсі бар дейді. Кім айтады? Қандауыр. Онда айтады, екеуміз келсек дейді. Түсіндім сені дейді. Онда менің кімді әйел бала шағамды жібер, оның орнына кім барсын? Мен барайын, мен неге түсейін дейді. Сол кезде оның алдында айтады, мен сені атып тастаймын дейді. Сен ата алмайсың дейді. Ата алмайсың, мен өлетін болсам, ана жақтағылардың бәрінде сенің әйелің мен балаң, менің қызың менде, түрмеде, оларда, яғни олар сені бәрібір де ұстап өлтіреді дейді. Амал жоқ, ойланады да, балам мен қызым аман қалсын дейді да, әйелім мен қызым аман қалсын дейді де, жарайды деп келіседі. Мен әкетсем, мен әкет, ол екеуін босатты. Екеуі серттеседі. Жалпы қандауырда түсінеді оның шолақ қолдың өзінің сөзіне тұратындығын. Сөйтеді де екеуі бірге орманда ана төбелесіп шыққан екеуі ауылға қарай қайтады ғой. Қайтып келе жатса, жаңағы солдат қасына 5-6 нөкер жинап алған, қолдарында пистолет шұбырып келе жатады ғой бұларға қарай. Сол жерден айтады, сен анау айқайлайды, таста дейді пистолеттеріңді, өзі барады дейді үйге. Сөйтіп алып келеді, алып келгеннен кейін барып 3 күн бойы кімдер мана түрмеде жатқан, кім екеуі, қызы мен Нұрика Фадеевна. Сөйтіп сол жерден есікті ашқан кезде бақырып жылайды, жабысады. Сөйтіп құшақтасып тұрған кезде қыз айтады, әке, қайтайықшы үйге, кетейікші дейді. Сендер үйге бара беріңдер, мен шамалдан кейін барамын дейді. Қандауыр айтады.
бара алмайды ғой енді. Иә. Сөйтеді де Нұреке кемпір үйге кетеді. Бұлар аналықпен көкеннің үйіне барады. Сонда тұрып күтеді енді кімді қандауырды. Бірақ естиді қандауыр енді келмейтіндігін. Қандауыр уже кетті. Сөйтіп бір азғантай уақыт өткеннен кейін, бір апта ма сондай уақыт өткеннен кейін үйіне Нұреке Фадеевнаны үйге Шолаққөл келатыр деп естиді. Түсінбей қалады, неге келе жатыр ол? Шолаққөл келеді, отырады. Енді бұл кім Нұреке Фадеевна, Нұреке кемпір кімдермен бірге тұрып жатады аналықтармен. Сол кезде Шолаққөл келеді де айтады. Біраз мұңын айтады, мен осындаймын, осыны жақтықымын, әйелім болған, қайтыс болған, енді мен бір ота құрғым келеді. Бірақ кіммен құрам? Еті дұрыс, жөні дұрыс адаммен құрғым келеді. Ал қандар болса кетті, енді келмейді ол. Сен маған күйеуге шық дейді. Шолаққол Нұреке Фадеевна айтады. Шошып кетеді. Сосын айтады да қарсы болады. Қарсымын дейді. Онда айтады, күледі де. Егер қарсы болсаң дейді, дайындал дейді. Чеккенге айта аласың дейді. Нұреке Фадеевна шошып кетеді. Жарайды, ойланайын дейді. Жарайды деп Шолаққол кетіп қалады. Сосын бүкіл әңгімені аналық айтып береді. Аналық таңғалады. Бұл қайткені деп. Сөйтіп екеуі аналық бақырып жылайды. Енді қайда барам? Мен қайдан тауып? Мен ешқай жерден баламмен қайда барам? Мен кез келген жерден іздеп тауып алады ғой. Мен қайдан көрем? Сонда аналық айтады. Жарайды дейді, бетеміз дейді. Мына бір пәленше деген монша бар. Кезінде салынған. Сол моншаның ішінде бір подвал бар дейді. Ешкім көп адам бай, ол моншаға ешкім жоламайды, жын-жыпыр жайлаған деп барлығы қорқады. Соның ішінен бір мен әрдайым көрем, соның ішінде подвал бар, сол подвалға жасырынасың дейді. Сосын сөйтіп екеуі бақи болып келіседі, бәрін дайындап қояды. Таңертең түнгі сағат 4-тердің шамасында ана кім тұрады да, аналық тұрады да, жайлап кетіп бара жатқан кезде күйеуі Көкен оянып кетеді. Ей, қайда барасың дейді. Ей, мен жаңа қара сиырымыз кеше келмей қалыпты. Соны ертерек алдынан шығып барып, алып келіп, айда келіп саумасам деп сылтауратады. Жарайды, жақсы дейді. Шығады да аналыққа барады. Кімге барады? Нұреке кемпірге барады. Сол Нұрекемен қызы бар, үшеуі банағы дайындап қойған моншаға келеді түн ішінде. Күндіз адамдар қорқатын моншаға, түнде үшеуі келеді. Сөйтіп кірген кезде бір подвалға келеді деп дайындап қойған. Қорқатындай біріне бар ма? Ол жерде енді бұрыннан жын шайтан бірдеңе үймелеген деген сияқты, неше түрлі бір адамдар өлген деген сияқты бұрыннан мифтік әңгімелер бар уже. Аңыздар бар да. Содан қорқады. Сөйтіп астына түседі. Астына түскен кезде мына ішін бәрін дайындаған, тамақтарын әкелген, жерге қамыс төсеген, бәрін дайындап қойған, мынау шамың дейді, май шамың жағып қоясың дейді. Сөйтіп төбесі былай домалақта ішіне қарай түсінетін погреб сияқты ғой, тамақ қойма ғой. Астына қойма ғой, тамақ сақтайтын. Сөйтеді, қойып қояды. Дейді де тамақтардың бәрін әкеліп қойған. Бір күнді қасың дейді, сосын айтады, ешқайда шықпайсың, осында үшінде отырасың, төбеңнен жауып кетем, 2 күнде бір келіп тұрам дейді. Сөйтеді де мынау май шамың арасында құттай жылытсаң болды, мынаның кешкі, бірақ қазір от жақпа дейді. Мынау түтіні көрініп қалады дейді. Түнде жақ дейді. Сөйтеді де сөйтіп күздің кезі екеуін тастап, кімнің өзі аналық өзі шығады да, үстіне бір үлкен ағашты ит бастырады да, қазанда келіп төңкеріп, ешкім келмегендей қылып кетіп қалады. Үйге барса уже Көкен тұрып кеткен. Ей, қайда жүрсің дейді. Ей, ана сиыр деген алдынан шығып, қайта банағы ненің бөлім басшысының шарбағына кіріп кетті. Ұят болып қалып, таңертең ерте барып айдап келгенім жақсы болды деп жаңа сылтауратып. Сөйтіп артына жауап, жарайды, жақсы дейді. Ертесі күні ешкім білмейді, бұны. Ешкім білмейді. Содан алады да, кім бастайды ғой? Жаңа кім? Шолаққол. Кім Нұреке Фадеевна алып келіңдер деп. Барады, кесе жоқ. Әйда іздеу басталады. Анда іздейді, мында іздейді, неше түрлі іздеулер салады. Бірақ жоқ екеуі. Неше түрлі іздеп, оған Көкенге хабарласса, аналық та білмеймін, Көкен бір кез дейді анамен. Көкен дейтін аналықтың күйеуі, иә. Көкен. Сөйтіп тағанның әкесі ғой? Иә, сол. Тағандар әлі не жоқ. Иә. Сөйтіп таған іздейді, Нұреке Фадеевнаның әңгімесі ғой, бана айнаға айтып жатыр. Сөйтіп іздеп, бұл ана жаңағы тағанға деген біз қарыздарымыз дегеніне барлығын түсіндіріп жатыр. Сөйтіп іздеп, анда барады, мында барады, неше түрлі. Біраз дейді. Барлық ел таңғалады. Бұл қайда кеткен? Кішкентай құндақтағы баласы бар адам қалай жер жұтып кетті бұны? Сенбейді. Неше түрлісін бәрін сайды. Көкеннің үйін ақтарып тастайды. Жоқ, таба алмайды. Соны уақыт өтіп жатқан кезде айтады. Біреу айтады ғой. Бір ауданға қарай
жол шығартып жатқан кезде айтады ғой, біз моншаны қарадық па дейді. Жоқ, қараған жоқпыз дейді. Сол жерден шолақ қол бірден қарсы бұрылады да, қасында бір солдат бар, ол да жаңағы өзінің бағанағы хатшысы, сол екеуі қарай шабақтап жөнеледі. Моншаға келеді, моншаға айналып келе берген кезде, мына жағынан шығады, мына жағынан шығады, келе берген кезде ар жақтан келе жатқан мана тақтай есігі бар ғой, сол тақтайды ашам деген есік тарс етіп құлаған кезде кім шолақ қол үріп кетеді де тарс етіп атып жібереді. Байқамай бана хатшысына тиеді ғой. Хатшысының қолына тиеді. Хатшысының қолына тиеді, бақырып жылайды хатшысы. Оқ тиіп кетті. Бірақ шолақ қол оған қысылмайды ол. Біреуге бірдеңе болып жатыр екен деген нәрсе жоқ ода. Сөйтеді де шолақ қол жайлап ішке кіреді ғой. Моншаның ішіне кіреді. Аралайды, анау бақырып атады. Сөйтіп бақырып атқан кезде бақырғанда осы қоймағасын қайттан шығады да. Оны ішінде жатқан мана Нұреке кемпір тарсылдаған дауысты естиді. Сөйтеді де ана шолақ қолға жаралып жатқан хатшысына айтады. Таңып ал дұрыстап, анау бақырып атады, сен бәрін жасаған, осылай істеген сен деп кінәлап жатыр ғой енді. Жарайды, жақсы, таңып ал дейді. Таңып ал, атқа өңгеріп алайық. Ауданға дейін шыдайсың ба? Шыдайсың. Қолын таңып алады, ауданға барып бәліске апарам дейді. Сөйтіп бәліске атқа отырып атқан кезде қайттан ойлайды ғой. Бұл ешкім кірмесе, онда менің бетіме сүңгі неге тимеді дейді ғой. Сүңгі? Енді сүмелек. Неге бетіме мана ненің торы неге тимеді дейді. Өрмештің неге торы тимеді дейді. Ойланып тұрып қалады, анау бақыра берсең жарайды, жақсы деп жүріп кетеді. Бірақ сондай ой келеді. Келеді. Соны кетіп қалады, ауданға бәлісаға кетеді. Сөйтіп ертесі күні Нұреке кемпір кім тұрады да, соның ішінде жатады, біраз жатады, оны тамақ түтінде апарып тастайтыны бар. Сөйтіп атқан кезде кім манағы аналық таңертең ерте тұрады да, тағы да сол әдетімен шығып батқан кезде көкен оянып кетеді. Қайдет барады. Ол тамақтасып жүр ғой. Сиыр айтып жатырмын жаңағы көп қой. Өтірік айтпа дейді. Өтірік айтпа, неге өтірік айтасың? Жүр, бірге барамыз дейді. Сосын айтады, қалай ол дейді. Бірге барамыз. Мен оны бұрыннан сен айтып жатқаннан білетінмін дейді. Сен оны қалай жасағаныңды да білемін дейді. Әдейі өтірік аралап жүрген ғой бірге аналармен сендірейін деп. Жүр дейді, екеуі бірге барады түн ішінде. Сөйтеді де айтады, жоқ дейді, болмайды бұлай. Үйге өзіміздің үйімізге алып келеміз дейді. Бала өлет ертең анау, мынаған суық тиеді. Нұрекең бірге үйге алып келеміз дейді. Екеуі соны бастарын тігіп, егер мынау табылатын болса, кетейік бір бәрі. Сол кезде соған басын тігеді де, соны екеуін алып шығып, алып келіп үйге тігіп, екеуі бірнеше ай бойы үйге ешкімді кіргізбей, келген шаруаның бәрін сырттан бітіріп, келген ешкімді барлығын сырттан қайтарып, сөйтіп аналықпен көкен көмектеседі ғой кімге. Сөйтіп уақыт өтеді. Уақыт өткенмен бәрібірде көп кешікпейді. Қыз суық қатты жеп қалған, қыз қайтыс болады. Екінші қыз қайтыс болып кетіп жүр. Сөйтіп уақыт өтеді жатқан кезде хабар келеді. Қандауыр шолақ қол ұстап кетіпті дейді. 150-ге жеткізген жоқ ол. Өзін халық жауы қылып жіберіпті дейді. Көрдіңіз бе, қандай схема жұмыс жасап жатыр? Қандай сол замандарда қандай саясат жұмыс жасап жатыр? Өзін ол алып шығу үшін қолына берген билік қой енді бана. Сөйтіп жүріп дейді. Содан кейін одан кейін ақыры кімді шақырады? Кім манағы Қандауыр өлмеген болады, айдауда болады. Уақыт өте келе Қандауыр қайтады ғой. Қайтып келсе, Қандауыр қайтып келгеннен кейін көп ұзамайды, соғыс басталады. Бірақ шамамен бір аптаның шамасында үйде болады, тағы кімнің бойына бала бітеді. Кімнің баласы? Нұреке кемпірдің бойына бала бітеді. Сөйтіп, бұл кезде көкен мен аналықтың арасында да бала бітеді. Бұның атын біреуін Таған қояды, біреуінің атын Ерік қояды ғой. Сөйтеді де екеуі де соғысқа аттанып кетеді. 44 жыл шамасында хабар келеді, кім Қандауыр қайтыс болды дейді. Кім соғыстан жаралы болып қайтады, бері қарай көкен. Бірақ ол 50-ші жылдар қайтыс болады. Артынша аналық 60-ші жылы қайтыс болды дейді. Таған шамамен сол 20 жас кезінде анасынан айырылып қалады.
бірақ таған өте мықты білімді адам болады. Сөйтіп оқиғасын айтып береді. Біз қаншалықты сол кезде айна тағанның тектілігіне таңғалып қалып оған деген махаббат ашылады. Сөйтіп өмір кешіп жатады, ал ерік баяғыша тағанды сәл жазылып жатыр ма, көре алмайды, барады да қайтадан бозасын ішкізеді де қайтадан манағы күйге салып кетеді. Ерік қатты ашуланады, әлемге жыны келеді ол. Көп адамдарға жыны келеді ол. Себебі ол айтады, бір әншілер дейді, ән айтады, өнерде өнершілер алады да бір нәрсені, адамдарға қажет емес нәрселерді, оп-оңай нәрсе істейді де алады да қыруар ақша табады дейді. Ал біз дейді, таңның атысы, кештің батысы далада жүреміз, тапқан табысым мынау дейді. Ол әділеттілік жоқ бұда деп. Ол өнер дейтін нәрсенің бәрін жек көреді. Жалпы айнамыз ат жек көреді таған. Сөйтіп уақыт кетіп жатады. Нұреке кемпір де қатты жақсы көрмейді. Нұреке кемпір өзінің 5 уақыт намазында, сондай кісі. Сөйтіп уақыт өтіп жатқан кезде бір күні таған жолаушылап кім аңға кеткен кезде жолға шығады. Шалға барып келейін деп. Шалға? Шал, жаңағы басында бір шал шықты ғой. Ол артынан да жалпы шал бір-екі жерінде әңгімелер естіліп кетеді, жалпы шал туралы. Сөйтіп жолға кетіп бара жатқан кезде шал біраз 5-6 километр деп есептедім мен. Персонаждардың біреуін айтамын. Шалға қарай кетіп бара жатады. Шалға кетіп жатқан кезде уже біраз болған ғой, боза ішпегеніне, арақ ішпегеніне түзеліп қалған ғой таған. Таған ойланады ғой, табиғатқа қарап. Не деген табиғат мынау. Адам баласы сол кезде табиғатпен сөйлеседі ол өзіне ішінен да. Не деген сен кереметсің, не деген әділсің сен. Сен өзгермедің, өзгермейсің де. Ей сен бұлақ, ей сен манағы жауын шашын бәрін жақсы көреді ол таған. Сөйтіп біраз табиғатқа үңіліп келе жатқан кезде алдынан бір шал шығады ғой. Шал іздеп жатқан шал сол жерден амандасады. Амандасқаннан кейін екеуі үйіне қарай жүреді. Шал үңгірде тұрған болады. Үңгірде тұрады шал. Үңгірге қарай келеді. Шал айтады, бір-екі бала жүреді. Бір бала, бір қыз. Шамасы 10 жаста, екеуі де. Бұл кімдер дейді? Бұл біреуін батыстан, біреуін шығыстан асырап алдым. Мынау біреуі баян қойдым атын, біреуін қозы қойдым дейді аттарын. Екі бала асырап алған. Сол шал өмір баян. Сен осы жерден екеуі шал тұрып табиғат жайында мынау Мақажан ақынның өлеңін айтады. Мен Мақажанды іздеп көрдім, мен таппадым, мен өлі табатын шығар. Мен іздеп көрдім негізі, бірақ бұл мен ойладым, аты өзгерілген кейіпкер шығар деп ойладым. Мақажан ақын дейді. Кітапта сөйтіп жазып тұр, Мақажан ақын дейді, иә. Бұл себеп тағанның әкесі аты Мақажан, таған Мақажанов қой. Мақажан деген бұл басында айтқан жоқ, ақын болды деп. Ақын иә, сол атасы ақын ғой. Атасы ақын деді. Кімнің атасы ғой ақын? Текті адамдар ғой бұлар, цепочкасы текті. Сөйтеді де айтады. Ақын бұл Мақажан ақын бір өлеңін айтады. Не деген керемет өлең айтқан деп бір өлеңін айтқан кезде таған қысылады да айтады ғой сол айтып отқан Мақажанның немересімін ғой мен деп. Ана шошып кетеді. Мен дейтін Мақажан дейтін ақынды қатты сыйлайтын, жақсы көретін ақынның бірі, сен тектің тұқымсың ғой деп. Иә, солай деп айтарсыздар, бірақ мен бір ұяттылығы, бір өлеңінде жатқа білмеймін дейді. Сіз айтып отқан өлеңді арасында ішкен кезде есіме түседі, соны айтатын бар я деп күледі. Сөйтеді де соны сұрайды, сен неге неғып жүрсің? Екеуі ұзақ әңгіме айтады. Сол кезде айтып береді. Негізі өлең бар ма? Кітапта бар. Қысқа бір өлең, жаңағы табиғат жайында сәл-сәл өлең. Есімде жоқ дәл қазір. Бұрын оқығанмын бұл кітапта. Сөйтеді, Мақажанды айтады ғой. Сонда былай дейді. Сіз ана баладан сұрайды, сен неге мұндай күйге түстің дейді. Сонда айтады, мен балам бар дейді негізі. Жасы 20-ға келіп қалды дейді. Әйелім бар дейді. Таған айтып отыр. Мен мектеп бітіріп институтқа түскеннен кейін институт бітіргенде мен тарих ғылымдарының докторы боламын деп түсіндім дейді. Сөйтіп мен 2 рет докторлыққа ұсынылдым дейді. Мен 2 рет диссертация қорғадым дейді. Қорғаған тақырыбым мынау советтік дәуірдегі тарихтың бұрмалауына қарсы болып еді дейді. Сол жерде мен ұстады дейді. Мен Москваға барып соны зерттеу жасадым. Сөйтіп келді де маған сен халық жаусың деп маған сөйтіп бір соттады. Екінші бір күні мен соған мені көтермегесін, менің бүкіл еңбектерімді зая кетіріп жүргесін бір күні іштім дейді. Ішіп байқамай кабинетімде Брежневтің фотосының алдында құсып таппын дейді. Сөйтіп ұйықтап қалыппын дейді. Содан мен 15 күндік қамаққа жамады, қамап тастады. Мен қылмағаным жоқ. Мен байқамай қалдым. Ол кісінің алдына тағзым етемін деп жатқан кезде ұйықтап кетіппін деп әйелден құтылдым. Әйтпесе мені 3 жыл 5 жыл қайда жіберетін еді дейді.
Заман ғой енді, сондай уақыттар болып жатыр. деген заманда. Сол сөйтеді де, сосын айтады, мен сондай болып қалдым. Әйелім бар, бала шағам бар. Бұл әділетсіздік өмір осындай болды мен үшін деп. Сосын кім айтады? Анау шалдың әңгімесін тыңдайды. Шал айтады, мен дейді, шалдың өзінің тектілігін осы жерде Оралхан Бөкей күшті бір сөзбен келтіріп жібереді. Шалдың тегін емес адам екен. Шал айтады, мен өмір бақи мынау соғысқа қатыстым, одан кейін бүкіл тауқыметті тарттым, әйелім болды, ертерек қайтыс болды. Мен мынау әулетте тұрып дәрет сындыратындардан жалғыз өзім еді дейді. Тұрып дәрет сындыратындардан жалғыз өзім еді дейді. Сондықтан да менен барлығы үміт күтті, менен ұрпақ қалады деп ойлады. Мен соғыста қатты жараланып. Мен ермін деген ба? Жоқ. Отбасында еркек тұрып дәрет сындыратын. Еркек адаммын деген ғой. Еркекпін дегенде тұрып дәрет сындырады деген сөздің өзі, мысалы, ана жерде андай айналыммен келіп тұр ғой. Яғни бұны шалдың өзінде да бар, былай да мағынасы. Шал жай ғана қарапайым тілде емес, шал сондай бір жақсы сөйлей алатын адам. Жақсы сөйлей алатын адам. Жақсы ойлай алатын адам, жақсы адам. Сөйтті, шал айтады, мен сөйтіп қалған адаммын, сөйтіп мен соғысқа кеттім, соғыстан мен белімнен айырылдым дейді. Ер адамның бүкіл мансабы, абыройы сол жерінде екен ғой, содан кейін құрметсіз болып қалдым дейді. Мен артынан ешкімге ерте алмадым, сондықтан амал жоқ, мен осы біреуін шығыстан, біреуін батыстан осы екі баланы асырап алдым дейді. Сіз айтады, неге бұндай орманның ішінде асырап отырсың сонда дейді. Қаладағы бүкіл қылмыстардан, бүкіл арсыздықтардан балаларымды ада сақтағым келді дейді. Бұлардың ойларын, бұлардың саналарын сондай бір тап-таза теп-тегіс қылып алып келгім келді, сөйтіп барып қоғамға салғым келді дейді. Сол кезде тағын айтады. Сонда ертең олар сондай бір жалауызды, алауызды, қанпезерлі қылмыс деген нәрселердің бірін де білмейтін, естімеген әлем барлығы әділетті деп келіп, анандай бір жауыз қоғамға тап болған кезде, олар соған бейімделіп шыдас бере ала ма дейді. Сосын ойланып қалады. Сіз ертең осы екеуі өскеннен кейін үйлендіресіз ба дейді. Жоқ, үйлендіріп деген ойым жоқ. Енді өздері шешеді ғой. Біреу батыстан, біреу шығыстан, біреуіне қатысы жоқ адамдар ғой дейді. Екі балам, екі қызды айтып отыр ғой. Сіз ертең қорықпайсыз ба орманның ішінде? Жасыңыз болса біразға келіп қалды. Ертең алда-жалда дүниеден өтіп кететін болсаңыз, мына екеуі күн не болады дейді. Сен мені қаншадан да ойлаусың дейді. Сосын тұрады айтады, 70-те шығар дейді. Бәрі де сейде ойлайды, мен 58-демін дейді. 1924 жылы дүниеге келгенмін дейді. Мен бана айттым ғой, 1982 жылы туған оқиға. Осы жерден шығарасың ғой. 1924 58-де жасы бар. Қартайып қалған, бірақ тауқыметті көп көрген, соны қартайып қалған. Былай енді не тұрғыдан қарағанда ондай көп алыс. Жалпы бұл жерде Таған екеуі біраз сөйлеседі, Таған сөйлескен кезде Таған айтады, сіз неге ерік жек көресіз дейді. Жек көрейін деп емес дейді. Мен одан несін қызғанам дейді. Еріктің бір жалмауыз әдеттері көп дейді. Ол анау қатты ашуланатым дейді. Өз сияқты омарташылар бар дейді. Мына яғында кедей сәл болса да бір жұмысын жүргізіп отқан омарташы бар. Соған үстіне бал жағып алып, сол омарташтардың жанынан өтіп дейді. Ана балдарын, аралар анаған барып жабысам деп, сөйтіп ара ұрлап жүрген адам ол дейді. Сондай дейді, ол өзінде бола тұра сондай істер жасайды дейді. Ойланып қалады. Таған, мен Нұрекев әдеміне ол өте керемет адам ғой деп мақтайды. Айна деген келіншегі бар, ол да жақсы адам. Тек оңбаған осы ерік қой дейді. Сөйтіп, сосын айтады, Таған шалға ұнап қалады. Сосын айтады, екеуі тамақ ішеді, балалар ыдыстарын жуады, біраз оқиғалар бар. Сосын Тағанға айтады, сен неге үйленбейсің дейді. Тағанға айтады. Үйленбейсің, сен үйлен. Сен мына бір жерге бір үйшік бар. Бұрын баяғыда біреулер салды, одан кейін арасында вертолетпен қатынап тұрды да кейін қалды, ешкімдікі емес анау. Соны бізде екеуміз жасайық, сол үйге бір әйел ал, сол үйде тұрып, осы жерде екеуміз көрші болайық, сенімен көрші болғым келді дейді. Ұнайды Тағанның. Ұнап қалды. Екеуі әңгімелері жарасады, сөйтіп жатқан кезде ұйықтайық деп жатады. Сол кезде Таған біраз ойлар түседі ғой. Таған философиялық ойлар түседі. Соның манағы неге адамдар осындайды қалайды да, бірақ екінші жағын тартады деген сияқты. Неше түрлі енді философиялық дәл қазір есімде жоқ. Сөйтіп мықты Тағанды былайша айтқанда жақсы жағынан көрсетіп тастайды. Сөйтеді де мына нәрсе айтады. Адамдар, мұның ішінде бір ойы бар, адамдар қатты бір адамдар жақсы көріп қалады да, критикалық ойлаудан кетеді деген сияқты нәрселерді айтады. Минусын көрмей қалады деген. Минусын көрмей қалады дейді. Қатты жақсы көріп кетеді. Фанатизм жайында айтады. Жалпы Тағанның өзінің болмысы сондай адам. Ертесіне таңертең таң атады, таң атқаннан Таған үйіне қайтады. Келеді,
үйіне жатқан кезде айнада ұйқыдан тұрады да, ертесімен тұрып, есік алдына шыға берген кезде есік алдында тыр жалаңаш жатқан екі адамды көреді ғой. Шошып кетіп құлайды ғой бұл. Оны бақырып құлағанын дәретханада отқан Ерік те естиді. Бірақ шыға қоймайды есік алдына. Есік алдына шыға қоймайды. Оны Нұреке кемпір де естиді де, ойбай, не болып қалды деп, ол аяғынан жүре алмайды, инвалид қой. Мүгедек, шығара алмайды, шыға алмайды. Ойбай, Ерік, таған деп айқайлайды, бірақ ешкім естімейді. Айна талып қалады. Сөйтіп Ерік білет, неге талып қалғанын да білет. Басықпай бүкіл шаруасын бітіргеннен есік алдына шығады да, айнаға қарай келеді. Келсе айна талып жатыр. Ол Ерік кеше шалға кетіп бара жатқан кезде тарсылдаған дыбыс естиді. Сол табиғатқа ойланып тұрғанда таған тарсылдаған дыбыс естиді. Сол Ерік сол кезде аюды атқан екен. Аюды әкеліп үйіне екі қонжығымен бүкіл терісін сыпырып, адам сияқты жатқан екен да ол. Ана жерін айтамын да, кетіп бара жатқан жерінен тарсылдаған дауыс естиді, сонымен үзіліп кетеді ол. Сол кезде өзінің ойында айтады, таған айтады, осындай неге табиғат деген бір әділетті өте керемет нәрсені жауыздар неге атады екен, осындай адамдар неге жауыз болады екен деген ой айтады ол жерде. Сөйтеді, ол кезде тағанда шошып кетеді, Ерік шауып келіп үйге кіреді, бірақ асықпайды. Кірген кезде шешесі айқайлайды, не болды? Су апарып, айна ғой құлап қалған дейді. Ойбай, су апар шықта деп айқайлайды. Соны сүт қос дейді, сүтті қосып апарып айнаның бетіне бүркейді. Айна екінші рет бүркейін жатқан жарайды дейді, айна оянады. Сөйтіп айнаны көтеріп жатқан кезде айна айтады, осы талып қалмайтын болсам бірде-бір рет мені көтермейсің, иә деп еркелейді айна. Сосын айтады, мен сені жерге осы жерге тастап жіберемін деген сияқты ойнайды. Апарып жаңағыдай кімнің қасына барып, Нұреке Фадеевнаның қасына қояды. Сол айна бір талқысып жатады. Сол кезде тағанда келеді шалдан. Сөйтіп келгеннен кейін үйінде бұл не болып жатқанын түсінбейді ғой енді. Үйге кіреді, үйге кіргенде Нұреке Фадеевна көңілсіз, анау көңілсіз, айна жатыр. Сөйтеді де, не болды дейді, бүгін тамақты өздерің ішесіңдер дейді Нұреке Фадеевна. Түсінбей қалады да, сарайға барды, сарайда кім таған жатыр, Ерік жатады. Білет Ерік уже шалға барып жатқан оның. Қайда жүрсің деп айқайлайды. Мен сөйтіп шалға барып келдім, оңбаған айқайлайды. Мен тамағымды ішіп отырып, асыма түкірейін дедің ба, табалдырыма түкірейін деген екенсің ғой сен деп. Не болды? Мен ештеңе істеген жоқпын. Сонда айтады, айқайды салып. Сен менің жауыммен дос болғың деп жүр ғой деп. Жауыммен? Жау, дос, шал жауы ғой, былайша айтқанда екеуінің арасында жақсылық жоқ. Сөйтеді айтады, мен соны айтады, кет дейді сен біздің үйден. Себебі тағанды уже көндіре алмай қойды оған. Арақ ішейік десе ішпейді ол. Уже асып жатыр өзіне. Өзі соған көре алмай отыр ол. Сөйтеді де екеуі сол жерден серттеседі. Жарайды, мен 3 күн бер дейді. Жарайды деп көнеді. Сөйтіп үйге келеді, көңілсіз бәрі. Сөйтіп жатқан кезде вертолеттің дауысы шығады. Вертолет келеді, Прохор досы. Еріктің досы. Еріктің досы. Балтасы жүрген. Далаға ат шығады, Прохор келді деп. Прохор келеді, қасында бір көмекшісі бар, екеуі Ерікке амандасқан. Ерік көріп амандасатқан кезде аюдың терісін көреді ол. О деп, анау досым не деген керемет, саған қалай алғыс айтсам болады деген. Орысшалап айтады. Сөйтіп бәрі шайға кіреді. Шайға кіргенде келместен бір тағаммен кімген заттарды түсіріп, мёттар тие беріңдер дейді, балды. Сөйтіп балды тиеп жатады. Үйге келеді. Үйге әңгіме айтып отқан кезде айтады, айнаға не болған дейді, Прохор дос таниды ғой енді. Ауыр жүр дейді. Сөйтіп шай ішіп болғаннан кейін екеуі асығыс ұшып кетеді. Ұшып кеткеннен кейін бұлар да далаға шығып, аралардың барлығын шығарып, жаңағыдай балдарын айналдырып, сөйтіп шаруашылықтарын бастайды. Таған кім? Ерік, айна үшеуі. Сөйтіп бастайын жатқан кезде кім айтады ғой? Нұреке Фадеевна, бүгін дала жақсы екен, есік алдына шығарып отырғызыңдаршы, көптен бері даланы көрген жоқпын ғой мен. Есік алдына апарыңыздаршы деп. Сөйтіп тағанмен айна апарып оны далаға есік алдына отырғызып қояды. Сөйтіп анандай жерде тұрған жерге барады да өздері жұмыс жасап жатады. Сөйтіп баланы ананы алып сөйтіп жатқан кезде кезекті Ерік будан араға келеді ғой. Сөйтіп будан араға істеп жатқан кезде олар будан араның өзіне бүкіл қолғаптарын бәрін киіп алады олар. Әйтпесе олар шағады жаман. Сөйтіп жатқан кезде бір ара ұшып шығады ғой. Бір ара шығады да мынаны шаққысы келеді, шаға алмайды. Айнаға барады, айнаны шаға алмайды, тағанға барады, айнаны шаға алмайды да Нұреке кемпірге қарай кетеді. Мұндылар байқамай қалады. Сөйтіп Нұреке кемпірге барады. Нұреке кемпір бір не деп жаңағыдай бір қағып жібереді. Анау тағы да қаққаннан кейін өзінің күші жетпейтінін біледі де, жаңа айтты, бодандасқан араның жаңағыдай. Агрессивті ара. Кері кетеді. Кері барып, ана жақтан араның өзінің оқысаңыз несі басқаша ғой, өмірлі сүріп қалпы. Сөйтіп барады да бүкіл араларға ана жақтан шақырады оны. Өзі сондай өзі шақырып келеді олар.
сөйтіп біраз ара келеді де Нұреке кемпір шағады ғой. Нұреке кемпір бақырады, даусын дұрыс естімей қалады. Ана жерден Айна ғана шамалы естиді. Айна жүгіреді, таған да жүгіреді, бірақ ерік тұра береді ғой. Ананы шағып жатады, бақырып жатады. Сөйтіп жүгіріп келеді де, бірақ қолдарынан ештеңе келмейді. Қайтадан жүгіреді Айна. Қайтадан жүгіріп келіп жаңағы түтінмен үркітеді ғой. Сөйтіп түтінмен үркітеді. Түтінмен үркіткен кезде түтіннен аналар қашады. Сөйтіп қашқаннан кейін банағы аналар қашып кеткеннен кейін қашып әйтеуір бірдеңе етіп сөйтіп үйге алып кіріп талысып кеткен. Нұреке кемпір жатады. Таған бүкіл шаруаларын бітіріп, қол аяғын жуып сөйтіп барып кіреді ғой үйге. Сол кезде бірден бас салып таған мен Айнаға айқайды салады. Сендер оңбағандар үйде тып-тыныш жатқан адамды далаға шығарып деп. Бұл сондай адам өзі. Сосын айтады, бір-екісі кіріп жүреді, таған үндемейді. Сөйтіп шамасы қарайды, кім талқысып кетіп жатады. Сөйтіп қайтадан шығады да таған айтады ғой Ерікке. Ерік, Прохорға соқсайшы. Телефон соғып, айт, мына нені вертолетпен алып кетпейміз ба деп. Жоқ дейді. Қарашы, уже болып тұр дейді. Өледі ол дейді. Өзінің шешесі. Сосын сол жерден таған өзі түсінеді ғой. Кім екенін өзінің шешесіне жаны ашатқан жоқ. Сол жерден Айна қасында болады. Таған да жүреді. Сөйтіп шаруаларын жасап, сөйтіп біраз түнімен қасында болады. Ойланып отырады. Көңіл күйлер түседі. Ұйықтамай түнді өткізеді. Ертесі күні таңертең ерік ұйықтап қалады. Ертесі күні таңертең кім бір беті жүзі жақсарып қалған күйі Нұреке Фадеевна Айнаға қарайды ғой. Айна дейді. Сосын Айна атып тұрады. Апа, не болды, не болды? Айна бір су берші дейді. Сосын қуанып кетеді жаңағы. Айна маған дәрет алғыш дейді. Дәрет алады. Дәретін алады, суын береді. Суын беріп отқанда суды ішеді. Атау кересі ғой. Ең соңғы суы ғой. Қараңыз маңыздылығы. Суды ішеді. Суды ішеді де бүйтіп қояды да, жатады да. Ла иляха илалла деп жатады. Ла иляха илалла деп. Сөйтіп жатқан кезде, Айнадың көзіне де жас келіп, сөйтіп жатқан кезде, Нұреке кемпірдің көзіне не елестейді ғой? Ана өзінің шешесі бала кезіндегі алып бара жатқан, анау шіркеуге алып бара жатқан кезде елестейді. Сол шіркеу ішіне кірген елестейді көзіне. Енді кішкене алжасып жатыр ғой. Сөйтіп жатқан кезде, алдына во имя Отца, Сына, Святого Духа деген сөз айтылып жатады. Соны Нұреке кемпір жатқан күйі қайталайды ғой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа деп шоқынып тұрған күйі дүниеден өтеді ғой. Айна шошып кетеді. Айна қатты жылайды, не болып кетті? Өмір бақи намаз оқыған кісі еді ғой. Өмір бақи олай емес еді ғой. Не болып кетті, не болып кетті? Сол бойда таған да кіреді. Ерік жыламайды бірақ. Сөйтіп үшеуі ана Ерік пен таған бірден барып қабір қазады. Бір төбеден апарып, сол кезде таған айтады, ана шалды шақырайық, көрсін енді сондай үлкен адам ғой деп. Ерік шақыртқызбайды. Сөйтіп үшеуі кімді алып шығып, неге алып барады мәйіттің басына. Үшеуі кім жоқтық айтады, Айна бір айтқызбайды Ерік. Сөйтіп апарып үшеуі көміп үйге қайтады ғой. Қайтып келгеннен кейін Айна қатты жылаған күйі үйді жинастырып, мана енесінің бүкіл заттарын жинастырып сандығын ашады. Сандығын ашқан кезде ішінен ақ орамал табады. Ақ орамалын енесінің ақ орамалды ашып қалса, ішінде икона тұрады ғой. Христианның. Сол кезде түсінеді ғой. Ол толық иманын келтірмеген адам. Біз хадистен де сол нәрсені көреміз ғой. Именно сонда иман келтірмеген екенін түсінеді ғой ол. Ол бер жағында мұсылман болған, жақсы адам болған, бірақ толық иман келтірмеген адам. Одан кейін Атыртты айтады, сол жерден түсінеді, есік алдына аңға кім кетіп қалған болады, уже кім Ерік есік алдына шығады да, барлық заттарын жияды да, ана будан арыға барады. Будан араның ящигімен алады да, от жағып бәрін өртеп жібереді. Айна. Будан аралады, өртеп жібереді. Сөйтеді де кімді көріп қалады, тағанды. Сөйтеді де тағанды көрген күйі жүгіріп барып қатын суға секіреді де кетеді. Айна. Артынан Ерік жүгіреді. Таған жүгіреді. Сөйтіп таған жүгіріп барып кімді құтқарып алады. Сусылаған күйі, талқысып кеткен күйі Айна жатады. Сөйтіп Айнаны келеді де, Айнаны барадай өкпесіне не беріп құтқарып алып қалады.
сол айна айтады, мені құтқаршы, мені құтқаршы, аға мені құтқарыңызшы дейді. Сонда айтады, мен қалай құтқарамын, мен сені жоқ, мен ең болмаса осы жерден алып кетші, мені құтқаршы деп. Сол жерден келсет, сөйтіп көтерген күйі жаңағы қатын судан екеуі өтіп сол жерден қашып кетеді. Ерік келеді, үйге келеді, білет, олар қашып кететінін де білет. Келеді, иә, қашып кеттіңдер, қашып кетіңдер, қашып кетіңдер деп айқайлайды да. Көрік болса, Бекзаданы шақырып алам мен, Прохор досыма Бекзаданы алдырып алам деп өзімен өзі сөйтіп сөйлеп. Бірнеше күннен көктем өтеді, жалғыз тұрады. Сөйтіп көктемде ол арасында, бана шығарманың арасында айтпақшы, бұл жұма күні бір елесті көретін болады. Қатын суықтың арғы бетінен бір атқа мінген бір қыз бала келеді. Арасында кетіп тұрады. Сол қыз баланы көреді, бірақ қыз балаға айқайлағанмен қыз бала естімейді. Сондай өзі жұма күні көріп тұрады. Елес. Елес деп айтып мифтік нәрсе ғой енді. Сөйтеді де мына таған ерік сол күні тағы да барған кезде ана қызды көреді ғой. Ана қызға бүйтіп ойланып тұрады да, мен шіркін-ай ара болып кетсем екен деп алмайды. Сол жерден Боралхан Бөкей былай жазады: араға айналды, ара емес, араға айналайын деді, араға айналды, ара емес, бұл араның басқасы сонаға айналды. Сөйтіп арғы бетке бірден ұшып барды. Ол кісінің жанына барып қонған бойда ол қыз алды, мына не дейді деді, бір соққаннан сеспей қатты. Солай күйінде ерік айдалада қайтыс болды деп жазады. Сөйтіп бітіреді шығарманы. Бұл шығарма бітірген кезде андай нәрсе да, негізі қауіпті будан деген сөз ғой. Бана айтқым келіп отқан атау кере түсінікті енді. Атау керенің маңыздылығы суда емес, тамақта емес, ең соңғы сәт қой. Сәт, қалай кетті. Біреулер іше ма, іше алмай ма деген сияқты. Бар адамның атау кересі, қазақ айтады ғой, дәм тұзы дейді ғой. Соңғасы дәм тұзы, сол атау кере. Ал бұл қауіпті будан дегенде мен оқып бітіргеннен кейін әркімнің бітеді, үш жерден бітеді. Бітіргеннен кейін ана жерден бітіргенде бүйтіп айтады да, жаңағыдай айдалада бүкіл жиған тергеннің бәрі қалды, бәрі ешқандай ешкімге керек емес болып қала барды деген нәрсені бітіреді. Бұл жерде айтып тұрған қауіпті будан деген Секен, бұл негізі ерік қой, менің түсінігімде. Бұл ерік, бұл қауіпті будан болуы, яғни шешесі орыс болды, әкесі. Бұл енді жеке пікір, андай нәрсе емес. Бұл жердегі Оралхан Бөкейдің айтқысы келетін нәрсесі енді үлкен, одан да үлкен шығар. Бірақ негізі қауіпті будан деген, яғни сол қандауыр негізі ол да мұсылман емес. Ол басында айтып кетеді, Аллаға сенбеймін деп айтады ол. Атеист. Мынау христиан. Соңында жеме-жең бергенде ол жай ғана бердінде айтып жүрген адам екен. Біз анау пайғамбарымыздың, Алла оған егереме сәлем болсын, бір сөзін айтамыз ғой, анау адам баласы жәннатқа, бана жәннатта өмір бойы жәннатта қамал жасап келеді де, жәннатқа бір қадам қалған кезде ішіндегісі сыртына шығып деп айтатын сөз бар. Ішіндегісі сыртына шығып, тозақта қамал жасайды да тозаққа кетеді. Немесе бір адам бар, өмір бақи тозақта қамал жасап келеді де, ішіндегісі сыртына шығып, бір жәннатта қамал жасап жәннатқа кетеді дейді. Тап сол хадис қой. Негізі мен бұл қалай ойға келіп отыр. Бұның апамның әңгімесі деген әңгімесін оқығам, Оралхан Бөкейдің. Онда болған оқиға өзінің әжесі турасында жазады. Сонда мынандай нәрсе айтады да, менің әжем дейді, Аллаға діншіл адам болды дейді. Ол өзінің қолынан қайтыс болады. Әжесінің намаз оққанын, әжесіне дұға қылады, әжесінен бірге дұғалар үйренеді. Сондай адам бұл кісі. Бұл жалпы исламмен сусында өскен, мұсылманшылықты білетін адам. Бұл тектен тек адам емес, Оралхан Бөкей деген. Өзі Индияда қайтыс болған екен 93 жылы. Оралхан Бөкей сөйткен екен. Индияда қайтыс болған. Сонда өзінің апамның әңгімесінде біраз оқиғаларын оққан, оның ішінде кәдімгі қызық күшті. Жалпы Оралхан Бөкей тағы айта беріңіз. Мына нәрсе ғой. Мына тұқымға тартады деген нәрсе ма? Иә. Қалай түйіндеу ғой? Анау өзінің тегіне, анау Мақажан болды ананың несі. Одан кейінгі банаға бұл жерде қалай Оралхан Бөкей нен жеткізді? Оралхан Бөкейдің ар жағында артқа қайтып, сол замандардағы болып өткен оқиғаларды көрсетіп кетті. Банағы НКВД-ның екі жақта шантажда тұрған. 150 халық жауын шығару керек қалайда. Шығара алмады ма, өзі кетті.
Немесе жаңағы сол замандардағы оқиғаларды қайтып келді де былай. Жалпы екінші тағы бір Шал деген бір персонаж қызық болып қалды негізі. Шар деген персонажды мен ойладым негізі. Бұл жалпы негізі бұл кейіпкер, бұл шығарма негізі Оралхан Бөкейдің негізі соңы мифпен аяқталды ғой. Мынау. Соны айналып кетті. Қарғыс секілді да. Айналып кетті ана неге. Негізі бұл Оралхан Бөкейдің шығармасында мұны өткенде бір айтқаным бар, сценаристер, режиссерлар көп көріп болды. Себебі мынау тек қана бір отбасындағы мәселе емес, бұл адамзатты қамтитын проблемаларды көрсетті. Адамгершілік, одан кейінгі адамилықтар, адамның рухының қандай болуы, ең соңында жеме-жем келген кездегі дүниеден өтесін. Біраз нәрселерді қамтитын. Бұл үлкен мәселелерді қамтыған шығарма. Өте қатты ұнады өзіме. Оралхан Бөкейдің атау кересі дейтін. Бұл екінші оны қауіпті бұдан деп қоюының. Одан кейінгі біраз көптен кеткен көмісі қалады деген сөз тұр. Көптен кеткен көмісі қалады. Басында айтты ғой, оны ешкім жақсы көрмейтін. Бұлардан кешікпен. Оның алдында да айтып кетеді бейдеп. Бұл кімді? Ерікті қайтып келді ма деп, бізге ауылға қайтып көшіп келіп жатыр ма деп, бегалқылар бір рет шошынғаны бар еді дейді. Ол бегалқалықтарға жыны келіп жүргені, олар сондай адамнан бір пайда сұрай береді. Адамдардан пайда еткісі келіп тұрады. Адамдар жұмыс жасағысы келмейді. Менің тек қана пайдама, тапқаныма кедергі бұлар деп көшіп кеткен негізі кезінде. Бұл Қандауырдан онда айтады бір несінде, менің әкемнен тек қана сол үй қалған шығар, қалған бәрін өзім жинадым дейді. Бүкіл дүнияны өзі жинаған. Сонда айтатыны бар, адамдар менде мынандай тұқым жоқ қой енді. Соны кімге жинап? Маған керек емес тұқым. Маған керек емес, бірақ маған бұлма ақша, осындай толассыз болған дүние керек маған деп айтады. Сондай адам енді өзі. Сондай адам, сондай кейіпкер. Мен просто мені таңғалдырған нәрсесі. Қазамыз ғой бір. Көптен кеткен көмусі қалады деген. Біз бәрібірде яғни көптен кеткен көмусі қалады дегені мынау қатын суының айналасында қанша дүние жинаса да ешқандай бір артында жоқтаушы жоқ еріктер қала берді. Көптен кеткен көму дейтін жердің бетінде қалады деген сөз емес. Көптен кеткен көмусі қалады деген, оның ар жағында, артында оны жоқтап, оның артында еске алатын, оған дұға қылатын ешкім жоқ деген сөз. Қандай нәрсемен ерік аманға инсан. Енді ол бәрі кейіпкер. Көптен кеткен көмусіз қалады. Қазақтың ақылы деп айтады. Қатты ұнады. Просто несін ойлайсың да, ерік неге сондай болды екен деп. Ерік неге сондай болды? Мықты, вау, әдем. Бірақ мына нәрсе бар. Бұл әркім өзінің кітапты оққаннан кейін таным түсінігімен түйсігін апарады ғой. Қорытындылайды. Біреулер мүлдем айтып отқанымызға келіспеуі мүмкін. Ол кімнің Ницшенің сөзі бар ғой. Келіспеушілік басталған жерде өркениет басталды дейді. Бірақ ниет түзеу болу шарт. Бір адамды жеңу емес, бір адамды жерден алып жерге салып төмендету емес ол жерде. Ол жерде өзінің позициялық субъективті пікірі әркімнің болуы, яғни өзінің ойының болуы. Бір осы кітапты оқып шықсаннан кейінгі бір адамдардың сөзі бізге сәйкес келмей қалып жатса, ойы. Ол өте жақсы нәрсе керісінше. Ол қалыпты жағдай деген сөзім ғой. Күшті. Әдемі. Мықты. Оралхан Бөкей. Мен негізі осыдан кейін ғой, негізі бар ғой. Енді кітапты оқымайтын адам, кітапты да жақсы көремін. Осы кітаптағы маған адамдардың көптігі да, көп қой мұнда персонаждың. Олардың сосын бағанағыдай бір-біріне байланысып отыр ғой, бәрі бір-біріне анау келіп пересекелесіп, Прохордың келіп кетуі, көз алдың елестетіп отырған кезде вертолетпен келіп кетуі. Сосын жалпы Оралхан Бөкейдің білім деңгейі, ойының ұшқырлығы. Қарасаң бір әлемдік деңгейдегі шығарма жазып тастай алды да. Сосын және сол банағы африкалық бодандасқан арғалардың селектен басқа жақтан алып келген нәрсенің мына жаққа қол болмайтындығы, мына жерде мына нәрсе жазып кетеді ғой. Мен соған көп ойландым. Бүйтіп айтатын жері бар. Айна жәшігімен бүкіл келген араларды өртеп жібердім дегенімен, ол аралар басқа бір жерлерге
осы бір тоғайдың арасына басқа бір жерге өзінің тұқымын тастап кетті ғой. Оны айна білмеді ғой дейді. Сөйтіп айтып кетеді. Мынау таза ерік екенін көрсетті ғой. Дәл еріктің өзін көрсетті. Бар ондай адамдар бола береді де, бола да бермек. Ол нәрсе бола береді бізде. Сөйтіп ана жерде бүйтіп. Негізі Оралхан Бөкейдің тағы бір қызық жерлері сондай бір. Манағыдай ат жіберді дейтін нәрселері бар ғой. Сол бағана. Көп ондай. Мен енді барынша қысқартып енді оны болды. Керемет, оқу керек. Вообще күшті кітап. Әдемі.